Ақтауда 4-ші шағын аудан 38-ші үйге қарама-қарсы автожолда жол-көлік оқиғасы тіркелді. Белгілі болғандай, УАЗ көлігінің жүргізушісі көлікті басқара алмай жол жиегіне шығып кетіп, бағанаға соғылып аударылған. Жедел жәрдем зардап шеккен жүргізушіні облыстық ауруханаға жеткізді. Аталған факті бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 2021 жылғы 17 қазан күні сағат 17:52 шамасында Ақтау қаласы полиция басқармасы 102 кезекші пультіне 4-ші шағын аудан 38-ші үйге қарама-қарсы жолда жол-көлік оқиғасы туралы шақыру түсті. УАЗ автокөлігінің жүргізушісі басқару жүйесін игере алмай жол жиегіне шығып, бағанаға соқтығысу салдарынан аударылған. Зардап шеккен адам Маңғыстау облыстық ауруханасына жеткізілді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Российские внедорожники не справились с актаусскими дорогами. В минувшее воскресенье в 4-м микрорайоне, как заявили в полиции, водитель УАЗа не справился с управлением, залетел на бордюр, встретился со столбом и опрокинулся. Пока правоохранители выясняют причины ДТП, пострадавшего доставили в областную больницу. К слову, в областном центре за последнее время произошло несколько дорожных аварий с опрокидыванием автомобилей. Водитель автотранспорта УАЗ не справился с рулевым управлением, выехал на бордюр, врезался в столб и опрокинулся. Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу, ведется расследование.